Амансыз ба, айлы оқушыларым, айлы ноғайларым, ноғай тілді білмей сүйетаған бәрі инсанлар. Бүгін біз сөз бірігу деген темады қысқаша өтекпіз. Сөз бірігу ол словосочетание. Сіз білмеге керексіз, сөз бірігуінде екі сөз болады. Біреу ертуші, біреу ершен. То есть орысша айтқанда главное и зависимое слово. Бас сөз яда ершен сөз деп те айтамыз. Бас сөзден ершен сөзге сұрау салынады. Мысалы, қызыл алма. Алма мұнда болады бас сөз. Мысалы, мен жаздым сізге мысаллар. Қызыл шешекей деп, да? Шешекей бас сөз. Шешекей қайдай? Қызыл. О болады ершен сөз. Оға еріп келеді. 2 метр 10 әдем 25 тақиқа неше нешеу деген сұрауға жауап болады бұл ершен сөз. Яда книга оқу, кітапты жазу, темады аңлату. Не ету? Оқу неді? Оқу неді? Кітапты. Аңлату неді? Темады. Бас сөз мұнда болады оқу, аңлату, ершен сөз неді? Кітапты, дәрісті. Бұл сөз бірігу. Сөз бірігуінде сіз білмей керексіз, бірнеше байланыс болады. Егер келіс қосымшаларымен байланса, сөз бірігуінің арасындағы байланысқа етекші деп айтады. Етекші байланыс деп айтады. Мысалы, атты қамышы өлтірер, ерді намысы өлтірер. Өлтірер кімді? Ерді. Өлтірер неді? Атты. Көресіз бе? Мұнда бір-бірісімен байланғанлар сөз бірігулер түсім келіс қосымшасының ярдамымен. Тетеме бардым, атамды көрдім, үйді сыпырдым, көнігуді толтырдым. Бұлар бәрі де етекші байланыспен байланған сөз бірігулер балалар. Егер сөз байлаушысыз мәнесіне көре байланса, сөз бірігулер арасында байланыс болса, сондай оға айтылады, мәнесіне көрінген байланысқа айтылады янасу байланыс деп. То есть по смыслу слова. Мысалы, үлкен класс, таза әдем, ашық жүрек, биік терек, мысалы, айтсақ да, ақылы инсан, айтылған әлім десек, бұл сөз бірігулер бір-бірісімен сөз бірігуінде сөздер бір-бірісімен мәнесіне көре байланған. Мұнда байлауыш яда басқа ярдамшы сөз жоқ. Мысалы, қызыл көйлек, мен көрсетемін. Қызыл көйлек, ақылы бала, кең шөл, абырайлы анай. Көйлек қайдай? Қызыл. Бала қайдай? Ақылы. Бір сөзден, бас сөзден ершен сөзге саламыз сұрау. Шөл қайдай? Кең. Шөл бас сөз, ершен сөз кең болады. Абырайлы анай. Анай кім? Ол қайдай? Абырайлы. Көресіз бе? Бұндай байланысқа айтылады янасу байланыс деп. Есіңізде тұтпайырықсыз, егер бізде сөз бірігуіндегі ершен сөз қайтым келісті болса, оға ондай байланысқа айтады изафет байланыс деп. Так, правиласы бұлай. Сөз бірігуінде ершен сөз қайтым келіс қосымшалы, ертуші сөз тартым қосымшалы болып байланысса, оға біз изафет деп айтамыз. Мысалы, қайтым келіс деп айтқанда оқта сіздің есіңізге түспелік изафет байланыс. Анадың жүрегі, шөлдің көркі, әдемнің алалығы, тағы да темізге, ауадың тазалығы, кітаптың іштелігі, жеріміздің байлығы, недің, кімнің недің деген сұрауға жауап болатаған қайтым келіс сұрауымен байланыс болса, бас сөзді оға изафет байланыс деп айтады. Біз баслап янасуды айттық, изафетті айттық, етекшіді айттық. Ярасу деген байланыс қалды бізде. Ярасу байланыс деймес екен. Янасу, ярасу, изафет, етекші. сөзлердің бір санда, бір өзлікте келіп байланысуы болады ярасу.
Мысалы, бала оқиды, оқытушы аңлатады, шаң соғылды, танапыс басланды. Сіз білесіз, да, шаң соғылды деген прозвенел звонок. Танапыс басланды, перемена басланды деген. Танапыс деген перемена. Боран есті, яңғыр яуды десек көресіз бе? Бұл қысқа имада да байланыс ярасу деп айтылады. Бір санда, бір өзлікте келеді екеуінің арасындағы байланыс. Аңламлыда тағы да бір керен қайтаралайық. Сөз бірігуінде бола таған байланыстылар янасу, ярасу, изафет, етекші. Сол 4 сөзді есіңізде сақлаңыз, қиын туыл. Аңлаған, аңламаға сүйген әдемге. Сау болыңыз. Бізді бүгін қарағаныңызға.